Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Осындай қытырлап тұратын, жылдам әзірленетін чак-чак әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқаны үлкен ыдысымызға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Разрыхитель салып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бар жоғы 3 заттан тұратын, жылдам әзірленетін чак-чакты әзірлеуге кеңес беремін. Соңынан ұнды салып, жақсылап қамырлеп шығаратын боламыз. Қолға жабыспайтын және де жұмсақ қамырлеп жасап шығаратын боламыз. Иленген қамырымызды, яғни күлөңкіге салып, иі қанғанша қойып қоятын боламыз. Иі қанған қамырымызды домалақ етіп, жұқа етіп жайып шығамыз. Бір миллиметр көлемінде жұқалықта жайып шығатын боламыз. Қамырымызды осылай оқтауға орап, бешбармаққа жайған қамыр секілді кесіп, ұзынша етіп кесіп, ромбикке тәріздес қамыр кесіп шығатын боламыз. Барлығын кесіп болғаннан соң, қызып тұрған майға алтын түстес етіп, сарғайтып қуырып алатын боламыз. Дәл осылай алтын түске енгенде алатын боламыз. Және де үйде менде сгущенка бар болғандықтан, сгущенканы араластырып, дәмін келтірдім. Және де сәндікке тарелкаға салып, бетіне мак септім. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап шығуға кеңес беремін. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын.